Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен шамбала браслетін жасаймыз. Браслет тез және оңай жасалынады, сондықтан менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: нейлоновая нить, қайшы, сіріңке және скотч. Бізге 2,40 см, 2,80 см жіп керек. Ең алдымен бізге 1,40 см жіпті алып тастаймыз. Одан кейін мына 3 жіпті бірге қосып, 9 см өлшеп алып, осының басын біріктіріп, бір байлап аламыз. Мына 3 жіптің басын біріктіріп алған соң, бұны столға скотчпен бекітіп аламыз. Ортасындағы 40 см жіпті соны шетінен алып, тағы столға скотчпен бекітіп аламыз. Ортасына ыңғайлы болу үшін осылай сіріңкенің коробкасын салып қоямыз. Ең алдымен 2 жіпті бөліп алдық. Енді браслетімізді жинауға кірісеміз. Ең бірінші бізге, міне қараңыздар, сол жағынан көрсетем. Сол жақ, оң жақ. Сол жақ жіпті ортаңғы жіптің үстінен жіберіп, оң жақ жібіңізді 2 жіптің ортасынан, астынан кіргізіп, 2 жақ жіпті тартқан кезде бізде өрнек пайда болады. Енді дәл осы жасаған нәрсемізді оң жағымыздан істейміз. Оң жақ жібімізді ортаңғы жіптің үстінен өткіздік. Сол жақ жібімізді ортаңғы жіптің астынан кіргізіп, 2 жағынан тартамыз. Жақсылап қатты тартамыз. Қатты тартқан кезде өзіміздің әдемі өрнегіміз шығады. Тағы да қайталаймыз. Сол жақ жібімізді ортаңғы жіптің үстінен өткізіп, оң жақ жібімізді ортаңғы және сол жақ жібіміздің астынан өткізіп, 2 жақ жіпті тартамыз. Тағы да көрсетейін. Оң жақ жібімізді ортаңғы жіптің үстіне салдық. Сол жақ жібімізді 2 жіптің астынан өткізіп, ортасынан шығарып, 2 жақ жіпті тартамыз. Сіздерге түсінікті болсын деп, тағы да үстінен қарай түсірейін. Міне, сол жақ жібімізді ортаңғы жіптің үстіне салдық. Оң жақ жібімізді 2 жіптің астынан ортасына қарай жібердік. 2 жақ жіпті 2 жаққа тарттық. Дәл осы схемамызды оң жақ жіппен қайталаймыз. Қатарынан оң жақ, сол жақ, оң жақ, сол жақ деп істей бергеннен өрнегіміз шығады. Сол кезде әдемі браслет болып шығады. Браслет жасаудың еш қиындығы жоқ, сондықтан шатаспас үшін оң жақ, сол жақ, оң жақ, сол жақ деп қадағалап отырғандарыңыз дұрыс. Міне достар, осы браслетімізді 13 см қалдырып өріп алдым. Өріп болған соң, мына 2 жақтағы жіпті кішкене қалдырып, қиып алып тастаймын. Браслетіміз дайын болуға кішкене қалды. Енді бас жағында байлаулы болған жіпті ажыратамыз. Ортасындағы жіпті қалдырып, 2 жақ жіпті тағы да кішкене қалдырып, қиып тастаймыз. Мына кішкене қалдырған жібімізді сіріңкемен немесе зажигалкамен күйдіріп бір бекітіп аламыз. Бұны 2 жағынан да істейміз.
Дайын болған браслетіміздің бас жағынан 8 сантиметр өлшеп алып, бұны жақсылап тұрып бекітіп аламыз. Өйткені біздің кішкене әдемі болу үшін осылай екі айналдырып байлап аламыз. Бұны екі жағынан да істейміз. Сол жаңағы кішкене қалған жіпті тағы да сіріңкемен күйдіріп бекітіп аламыз. Мінекей браслетіміз дайын болуға аз қалды. Енді мына екі жіпті бір-біріне қосып, жаңағы біздің қалған 40 сантиметрлік жіпті алып, закрепка жасаймыз. Закрепка жасауға кірісеміз. Ол үшін жаңағы 40 сантиметрлік жібімізді алып, екі жібімізді қосып, соны бір байлап аламыз. Дәл видеодағыдай көргендеріңіздей, еш қиындығы жоқ. Бір байлап алдық. Енді закрепканы тура дәл осы біздің браслетіміздің өрнегіндей қайталап жасаймыз. Сол жақ жіпті екі жіптің үстіне қойдық. Одан оң жақ жіпті астынан жібереміз. Тура дәл солай оң жағынан қайталаймыз, сол жағынан дәл солай қайталап 2-3 сантиметр қылдырып закрепка жасаймыз. Браслетіміздің екі шетін қиып аламыз. Оны сіріңкемен немесе зажигалкамен күйдіріп, жақсылап бекітіп аламыз. Осымен біздің шамбалы браслетіміз дайын болды. Бұл браслетті өз қолдарыңызға ыңғайландырып, регулировка жасауға болады. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда әлі жақсы видеолар болады.